Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте ерекше печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печенье қоз құйрық деп аталады. Және де түрі де ерекше, дәмі де ерекше. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арнама жаңадан қосылғандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызды бастайық. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін құм шекерімізді салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Егер де сахарный пудра болса, соны қоссаңыздар болады, тез ериді. Менде жоқ болғандықтан құм шекер қолдандым. Енді бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді кукурузный крахмалды қосамыз. Мен барлығыны грамдап өлшеп қойғанмын. Толық рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Крахмалымызды қостық. Енді аздап тұз саламыз. Одан кейін ванилин қосамыз. Қалауларыңызға байланысты. Қоспасаңыздар да болады, егер жоқ болса. Жақсылап араластырып аламыз. Енді разрыхлителімізді саламыз. Енді еленген ұнымызды жартысын бір салып, жартысын алып қоятын боламыз. Барлығын қосып жібермейміз. (160-170 грамм ұн кетеді. Енді қалған бөлігін қосатын боламыз. Барлығын бірдей салып жіберсеңіздер, қатты қамыр болып қалуы да мүмкін. Бірақ менде ондай болған жоқ. Барлығын грамдап өлшеп істегендіктен. Егер грамдап өлшеп істемесеңіздер, ұныңызды аз-аздан қосып отырып, осындай өте әдемі эластичный қамыр шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Енді осындай таразға 30 грамнан барлығын өлшеп алатын боламыз. Құртқа ұқсатып, домалақтап, осындай листімізге теріп шығамыз барлығыны. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңесім, өзіме қатты ұнады. Енді домалақтап болғаннан кейін үстінен қатты баспаймыз, жайлап басып, видеода көріп тұрғандарыңыздай жай басамыз. Одан кейін бізге баклажка керек болады. Осындай какаоға баклажканың басын батырып алып, үстінен басып шығатын боламыз. Сонда әдемі шығады, қоз құйрыққа ұқсап. Басқа да формамен істесеңіздер болады, бірақ оныкі онша ұқсамайды да. Жолдары болады ғой, қоз құйрықтың төменгі жағындағы солары ұқсамайды онша. Сол үшін мына баклажкамен жасасаңыздар, барлығының үйінде табылады деген ойдамын. Баклажка сол үшін өте әдемі шығады. Ерекше. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Бұл крахмал қосқандықтан ақшыл болып шықты. Бірақ піскен, асты қызарса болды, ала бересіздер. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай, мінекей бөліп көрсеттім. Іші де піскен. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де рецепттерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.